Биыл отандық мұнай өнеркәсібінің құрылғанына 125 жыл. Ал Маңғыстауда осы салада жарты ғасыр еңбек еткен ардагер тұрады. Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан Мұратбай Жақсығатов өз еңбек жолында 15 мұнай кенішінің ашылуына атсалысқан. Ақсақалдың адал еңбегі мен мамандыққа деген махаббаты өзінен кейінгілерге үлгі. Балалары тіпті немерелері де мұнайшы болуды қалаған. Мұратбай Жақсығатов ақсақал мұнайшы ретінде еңбек жолын 17 жасында Жетібай ауылында бұрғылаушының көмекшісі болып бастаған. Кейін бұл саланың қыр-сырын терең меңгеру үшін Алматы политехникалық институтында білім алды. Сосын Маңғыстауға қайта оралып, бірнеше мұнай көздерінің ашылуына үлес қосқан. Біздер мұнай дейтін нәрсеге уже сіңіп кеттік. Басқа нәрселерді ол ең бірінші мұнайдың несі жаңа өндіру жұмысы өзінің жаңа қиындығымен өз алдына ғой, қиындықтың адамды шыңдайды ғой. Мұнай жұмысында кез келген уақытта жаңағы дұрыс инженер болмасаң, bunu болмайды. Ең бірінші менің жаңағы мұнай кеніші қабылданғаннан кейін, соны үстіндегі инженерный коммуникация, оборудование, расчет. Бәрінде мен қатыстым. Мұратбай ақсақалдың бүкіл ғұмыры мұнай саласымен біте қайнасқан. Туған ауылы Қаламқас кен орнының іргесінде орналасса, болашақ жарын жұмыста кезіктіріп, үйленді, үлгілі әулетке айналды. Әкеміздің өмір жолына қарап, бізде енді соның салып берген жолымен жүріп батыр. Қазіргі таңда білеміз, және қиын екен, сол қиыншылыққа қарамай, сол жолды таңдадық. Қазір өте қуаныштымын, және мынандай бір осындай дәрежелі мұнайшының жұмысын атқарып жатқанымызда. Бүгінде Жақсығатовтар әулетінің мұнай саласындағы жалпы еңбек өтілі 200 жыл. Ақсақалдың ұл-қыздарынан ерген 17 немересі бар. Олардың ішінде де атамның жолын қуам деп армандайтындар бар. Талғатбек Абдуғожа, Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Ақтау 24 KZ.